Сәлеметсіздерме? Шоспел эйр терапия құрылғысын дұрыс қолдану тәсілі. Ампула құрылғыға орнатылған соң, алдымен құлақтан бастап, бұғанаға дейінгі аймаққа жайлап бүркіңіз. Осылай баяу 3 рет санасында бүрку жеткілікті. Біздің ағзамызда маңызды лимфа нүктелері бар. Мойынның артқы жағы, қолтық, кіндік айналасы, шат және тізе маңы. Осы жерлерді эйр терапия құрылғысымен ауа массажы түрінде өңдеу өте маңызды қадам. Кей адамдар ампуланы тек бетке шашып, денеге қолдануға қимайды. Алайда шын мәнінде алдымен лимфа аймақтарына әсер еткенде бет пен бас терісінің лифтингі нәтижесі әлде қайда жақсы болады. Келесі кезең бас терісіне бүрку. Құрылғыны жақындатып, абайлап шашыңыз. Бет пен мойынға флакон ұзындығындай қашықтықтан шашсақ, бас терісін жақыннан шашқан дұрыс. Басты жуып, құрғатқаннан кейін қолдансаңыз, әсері күштірек болады. Арқа және желке аймақтарында ұмытпаңыз. Бұдан соң бетті екіге бөліп, иектен құлаққа қарай баяу бүркіңіз. Құрылғының буы көзге, мұрынға немесе ерінге түссе де қорқыныш жоқ. Алғашқы күндері көзде аздап ашу немесе жас ағу байқалуы мүмкін. Бірақ шамамен 1 аптадан кейін бәрі қалпына келеді. Көз аймағына келсек, көзді жұмып, қасыңызды сәл көтеріп, айналдыра баяу қозғалыспен шашыңыз. Көз айналасындағы бұлшық еттер домалақ пішінде болғандықтан, қозғалыста дөңгелек болуы қажет. Көз ашық күйінде шашуға да болады. Бұл қауіпсіз. Көз астын доға түрінде кемпір қосақ секілді шашқан дұрыс. Бастысы асықпай, теріге сіңіп үлгеретіндей баяу қозғалу. Енді құрылғыны қосамыз. Артқы жағындағы батырманы 3 секундтай басып тұрыңыз. Қызыл жарық жанады. Тағы бір рет бассаңыз, көк түске ауысады. Қызыл режим негізгі, барлық теріге жарайды. Көк режим сезімтал, безеуге бейім, немесе күннен күйген теріге арналған. Қолсаусақтарыңызды алдына қойып, бетіңізге құрылғыны баяу тигізіңіз. Қатты басудың қажеті жоқ. Жеңіл жанасу жеткілікті. Құлақ арты аймағына ерекше назар аударыңыз. Осы жерде бұлшық ет жиі тартылады. Бұл лифтингке кедергі келтіреді. Егер тері құрғап, аздап ашып тұрса, ампуланы көбірек бүркіңіз. Бұл ылғалдың жетіспеуінің белгісі. Бір рет массаж шамамен 5 минутқа созылады. Содан кейін құрылғы автоматты түрде өшеді. Күніне 5 минут жеткілікті нәтиже үшін. Мойынды жақсылап уқалаңыз. Егер шаш түбіне де әсер еткіңіз келсе, шаш шекарасы бойымен массаж жасаңыз. Құлақ мойындағы әжім пайда болатын жерлерге де назар аударыңыз. Осылай құрылғының шет жағымен жақсылап массаждаймыз. Құлақ маңындағы әжім сол жаққа да жақсылап назар аударып, массаж жасап береміз.
бетті уқалаганда ек пен жақ аралығындағы шұңқырша аймақты табыңыз. Осы жерде ісік пен токсин жиналады. Бұл жерді баяу иектен құлақ астына қарай уқалаңыз. Баяу қимыл лимфа айналымын жақсартып, ісікті азайтады және лифтинг әсерін күшейтеді. Құрылғы секундына 200 діріл жасайды. Сондықтан теріге сәл тиюдің өзі жеткілікті. Мұрын қапталындағы ерін және көз айналасындағы нүктелерге назар аударыңыз. Бұл қан айналымды жақсартады. Күлімдегенде пайда болатын бет сүйегі астындағы шұңқырды да уқалаңыз. Мінекей осылай. Көз айналасын қатты ысқыламаңыз, өйткені терісі нәзік. Ал қас аймағын жақсылап уқалаңыз. Егер сәл ауырсынса, бұлшық ет керілген деген сөз. Массаж оны босатады. Массаждан кейін міндетті түрде тағы бір рет ампуланы бүркіңіз. Осы арқылы әсері күшейеді. Айнаға қарасаңыз, бет сүйегі мен көз маңайы сәл тартылғанын байқайсыз. Мен бұл өнімді 4 жылдан бері қолданамын. Тәжірибемнен білемін, егер күн сайын массаж жасап, ампуланы дұрыс пайдалансаңыз, нәтижесін тез байқайсыз. Күн сайын шоспа ампуласын қолданыңыз. Жас әрі сергек болыңыз.